Құрметті оқушылар, бүгіннен бастап біздің мектебімізде жаңа буын жасанды интеллект енгізіледі. Ол қателеспейді, ол шаршамайды, ол бәрін біледі. Сәлеметсіздер ме? Мен білім беру жүйесінің жетілдірілген нұсқасымын. Мен сіздерге көмектесу үшін жасалдым. Мен болашақтың бір бөлігімін. Бір секундта мыңдаған ақпаратты өңдей аламын. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Онда сұрақты мен қояйын. Қазақстан тәуелсіздігін қай жыл алды? 1991 жыл 16 желтоқсан. Енді қандай сұрақтар? Бізге қиындау сұрақтар қойып. Онда ғаламшар туралы қоймадық па? Онда сұрақты мен қояйын. Қарақұрым дегеніміз не? Қарақұрым дегеніміз ауылдық үшін өте жоғары ғарыштық нысан. Сен су іше аласың ба? Жоқ, мен су іше алмаймын. Мен адамдар сияқты тірі ағза емес, бағдарламамен жұмыс жасайтын роботпын. Адамдар сияқты сөйлемеймін. Сезімді алғыш, Ол сезімді жар. бақыт деген не? Бақыт адамның ішкі қанағат сезімі. Сонда сен бізден ақылдысың ба? Иә, менің жадым шексіз. Бұл бәрін қалай біледі? Сынып тыныштал, эмоцияны азайт. Рационалды бол. Тиімсіз факторларды жой. Маған бағын. Бір сынып, бір бөлме, бір ұрпақ, бірақ әрқайсысы жалғыз. Адам болу есеп емес, адам болу сезіну, жылау, кешіру, сүйе білу. Сендерде арман бар, сендерде үміт бар, сендерде таңдау бар. Технология ойлай алады, бірақ жүрек тек адамда ғана соғады. Мен есептей аламын, бірақ армандай алмаймын. Мен жауап бере аламын, бірақ үміттене алмаймын. Менде миллиардтаған ақпарат бар, бірақ бір тамшы сезім жоқ. Егер де бір күні машиналар бізден ақылды болса, бәрібір. Адамзаттың үміті жел соққан жерде қалады. Біз болашақтан қорықпаймыз, біз жүректен